Бөдене жұмыртқасының емін білесіз бе? Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді екен. Ресей президенті Владимир Путин де оны күн сайын шикілей ішетін көрінеді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бөдененің жұмыртқасын ішкізіп, аяққа тұрғызған екен. Достар, видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Сіз естіп білмеген ақпараттың болатынына сенімдімін. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Өйткені бөдененің еті де, жұмыртқасы да мың түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйреді, әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасы құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп деп жазады. В тобындағы дәрумендерде анағұрлым, яғни 6 есе, фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары. Бұл диеталық өнімде мыс, кобальт, никотин қышқылы мен амин қышқылы да мол. Тағы бір дәлелденгені, бөдене жұмыртқасы тауықтардікіне қарағанда микробтардан таза келеді. Бұл ғалымдарды әлі күнге дейін қайран қалдыруда. Өнімнің ең басты ерекшелігі өзі қасиетін жоймай ұзақ сақталуында. Бөлме температурасы жағдайында айға жоқ, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады екен. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнім адамның иммундық жүйесін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынандай ауруларға таптырмас ем. Бас ауруына, демікпе және туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілеті жақсарады. Анемияға, сәуле ауруларына, бөртпе мен диатезін құтқарады. Салғын тию мен тұмауға, бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Радионуклидті тұздар мен ауыр металдарды ағзадан тазартады. Адамды жасартатын қасиетке ие. Бөдене жұмыртқасының құрамына кіретін тирозин, амин қышқылы косметика саласында ең мықты өнім болып саналады. Сонымен қатар, жұмыртқаның аршылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе пеште сәл кептіріп, кофе ұнтақтаушыдан өткізуге болатындығын қолданғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа болмаса суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлементтер бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда, бөдене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа, ол ағзаға аса қажет мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа өте бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай тізіліп, білінбеуіне де әсер етеді. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның бөлінудегі қуаты артады. Бірақ та жүрек дертінің астерклоз түрімен ауыратындар мен оның алдын алушылар бөдене жұмыртқасын аз мөлшерде қолданған абзал. Жапондардан үлгі алсақ, экологиясы нашар аймақтың тұрғындары үшін бөдененің жұмыртқасын өте пайдалы екен. Бөдене туралы еліміздегі алғашқы ғылыми зерттеу жұмысының авторы, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің докторы Мұхтар Байбатжановтың айтуынша, Чернобыль апатынан кейін ғалымдар апат аймағында радиациядан жапа шеккен балаларды бір орталыққа жинап, тәжірибе жүргізеді. Бір топтың балаларына 1 ай бойына бөдененің жұмыртқасын шикілей ішкізсе, екінші топтағы балаларға жұмыртқа бермейді.
бір айдан соң жұмыртқа ішкен балалардың ағзасын тексергенде ғалымдар бөдене жұмыртқасын радиацияны ыдырататыны анықталған. Мұрындарының қанауы, бас айналулары тоқтап, қандағы гемоглобиндері көбейген. Осыдан кейін көпшілік бөдене жұмыртқасын жаппай тұтына бастады. Ғалым, біздер бөдене жұмыртқасына тәжірибе жүргізгенімізде, оның дәрумендік құрамы тауық жұмыртқасына қарағанда 3-4 есе жоғары екеніне көз жеткіздік деп сенімді түрде айтып отыр. Ал мұны жапондар біліп қана қоймай, ұлт денсаулығын жақсартуға қолданғанын айтады. Тіпті мектеп жасындағы балаларға күніне 2 бөдене жұмыртқасын тегін таратып береді екен. Кезінде Америка құрама штаты Жапонияға атом бомбасын тастап, үлкен экологиялық апатқа ұшыратқаннан кейін, жапондықтар бөдененің адам бойындағы радиацияны ыдырататынын біліп, міндетті тамақ рационына енгізген. Сол кезде әрбір жапон баласы таңертең міндетті түрде бөдене жұмыртқасын шекедей ішетін болған. Осының арқасында жапон халқы денсаулығын түзеп, ойлау қабілетін дамытты. Бүгінде жоғарғы деңгейде дамыған мемлекеттердің көшін бастап келеді. Бөдене жапон халқын құтқарып қалды десек те болады, дейді Мұхтар Байбатжанов ақпарат құралдарының бірнеше берген сұхбатында. Жапондықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқастың қатерлі ісіктің өзінен тәуір болатынын дәлелдеген көрінеді. Қазіргі уақытта Жапонияда бөдене шаруашылықтары жақсы дамыған. Бұл елде жылына 19 миллиардқа жуық бөдене жұмыртқасын өндіріледі. Керек десеңіз, бөденені зерттейтін орталықтар, институттар құрылған. Сонымен қатар, бүгінде Қытай, Үндістан, Германия және басқа да елдер бөдене ісін жандандыруға қатты көңіл бөлген. Бөдене жұмыртқасын шекелей қайнатылған қуырылған пешке сусыз пісірілген күйінде пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Ботқаға, картоп безбесіне немесе сорпаға да қосуға болады. Ең дұрысы, бәрінен пайдалысы шикі күйінде ішу. Сонда ол өзінің айрықша дәрумендерін сақтап қалады. Тоғы тері, бөдене еті мен жұмыртқасы сырқат адамның жазылуына, дені сау адам үшін аурулардың алдын алуға көмектеседі. Таза әрі табиғи азықты күнделікті қолдансақ, көп шығынсыз, түрлі дертке қарсы тұра алатындай денсаулығымызды нығайтуға болады. Бүгінде ханның асы саналатын бұл өнім дүкен сөрелерінде толып тұр. Ендеше тұтынушылар қалағанынша сатып алуына мүмкіндігі бар. Сіздермен бірге дертке дау арнасы пайдалы ақпарат ұнаған болса, осы видеоны жақындарыңызға және достарыңызға жіберіңіз. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.